өлу үшін емес, бірақ өмірдің мәнісі екенін білу үшін. Әркім өзінше білетін шығар. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламнан сұраған кезде, әйюл муъмин акияс, Құдайға иман келтіргендердің ішіндегі ақылдылары кім дегенде, пайғамбар деді, аксарум лил маути зикран, өлімді көп ойлайтындары, ва ахсанухум лима ба'даху истиададан, одан кейінгі жағынан дайындалатындар деді. Жақсы дайындық жасайтын, ахсану, өлімнен кейінгі ахуалға жақсы дайындық жасайтындар деді. Осы тұрған бәріміз өлімді көрген шығармыз, өйткені жасымыз кіші емес. Өмірге бізге жақын адамдарымыз қайтып кетті, дұрыс па? Біреуміз әке шешеміз, біреуде тағы да жақындарымыз, бауырларымыз, бәріміз көрдік өлімді. Жуғандарымыз да бар. Олар біз сияқты адам. Пайғамбар айтты, сендердің жақсыларың бастарына келетін өлімді ойлағандарың деді. Сәл бір еске салайықшы. Осы өлім деген не нәрсе? Құр өле салдым ба? Қартайып, жүзге келем, қартаям, жантаям, көзін жұмылады. Деймді өле қалам деп тұрмыз ба? Алла біледі. Оның қалай болатын? Қартайып өлетін адамнан көрі, қартаймай тұрып өлетін адамдардың саны көп. Дұрыс па? Мен денсаулығым мықты, мен әлі өле қоймаспын. Мынаның денсаулығы мықты, әлі бұл 100 жасайды-ау деп қоямыз да біреуге. Сөйтіп қателесеміз. Өтті ғой қанша мықты денсаулығы мықты адамдар. Бекзат Саттархан, олимпийский чемпион. Қайда ол кісі? Мынау мүмкін сендердің соңғы намаздарың шығар, сол сияқты оқыңдар деді. Келесі намазға дейін өмірлерің бар ма, жоқ па дегендей ой салды. Соңғы намаздарың сияқты оқыңдар деді. Енді білмейміз. Фаджрды оқимыз деп ойлаймыз, бірақ біз сияқты ойлаған адамдар көп болған. Егер Алла әлбетте өмір берсін, бірақ қарайықшы, басымызға осы өлім кесе. Иман көтеру үшін осы керек екен. Ертең біз кеудемізден жан шыққан кезде қай күйде шығамыз? Қазір отырмыз, әрқайсымыздың жасымызға қарай, қызметімізге қарай бір құрметті аттарымыз бар, дұрыс па? Біреумізді Жәке, біреумізді Дәке, біреумізді Бәке дейміз, біреумізді Тәке дейміз. Біреуді бір жерде Басеке деп жатыр, бастық болуына байланысты. Біреуді біреу бауырым деп жатыр. Әркімнің өзінің құрмет аты бар. Бірақ ертең кеудеден жан алатын періште жанды суырған кезде, о, Басеке, Жәке, Көке, Тәке деп жан алмайды ол. Дәке деп. Ол кезде мына сөз айтылады да. Я айятухан нафсу таййиба. Фи жасади таййиб. Ей, көркем денедегі көркем рух, Аллахтың мейіріне шық деген сөз айтылуы мүмкін да. Екі болмаса, я айятухан нафсул хабиса. Ей, лас рух, лас денедегі, шық Аллахтың қаһарына. Осы екі-ақ сөзбен, осымен біздің өміріміз, арғы өміріміз басталады. Құдай біледі қандай сөз күтіп тұрғанымызды деп айта аламыз ба? Ертең осы Аллахтың алдына барған кезде. Йаума ла янфу малу ва ла банун илля ман аталла биқалбин салим. Ол күні малда, дүниеде пайда бермейді. Кім сау жүрекпен келген болатын болса? Кім Аллахтың алдына қандай нәрсемен келді? Біз қаншалықты Құдайдың берген осы нәрсесін қадір тұтып жатырмыз? Қаншалықты шүкірлік етіп жатырмыз? Қаншалықты оған біз Аллах Тағаладан иманымызды сақташ деп сұрап жатырмыз? Тәһәжүдке өмірімізде қанша рет тұрдық? Тәһәжүдке бізді тұрғызатын баламыздың ауырғаны ма? Тәһәжүдке бізді тұрғызатын қарызға батқанымыз ба? Тәһәжүдке бізді тұрғызатын басымызға күннің туғаны ма? Иман үшінші тұрған кезіміз болды ма?